Пәсіх кезегіндегі 3-ші жексенбі жайлы Франсис папаның уағызы. Емаус қаласында Исамен кездесу. Құрметті бауырластарым, қайырлы күн. Биылғы Пәсіх мейрамының 3-ші жексенбісінде Інжіл тірілген Исаның Емаус қаласына бара жатқан шәкірттерімен кездесуін баяндайды. Луқа жазған Інжіл 24-13-35. Әңгіме ұстазының өлімінен келісіп, Пәсіх мейрамы Жәрусалем қаласынан кетіп, үйлеріне қайтуды шешкен 2 шәкірті туралы болып жатыр. Мүмкін олар Мәсіх Исаның қабірінен қайтқан әйелдердің оның бос екенін айтқанын естіп, абыржыған болар. Олар қайғырып, болған оқиғаларды талқылап келе жатқанда, Иса оларға жақындайды. Бірақ олар оны танымайды. Ол олардың неге мұңайғанын сұрайды. Ал олар: Жерусалемге келген, бірақ осы күндері онда не болғанынан еш хабары жоқ жалғыз сіз шығарсыз, деп жауап береді. Иса тағы да сұрайды: Не болған еді? Олар оған болғанның бәрін айтып берген. Иса оларға болғанның бәрін айтуға мүмкіндік береді. Содан кейін жолда келе жатып, Иса оларға пайғамбарлардың айтқаны, Құдай сөзі және Израиль халқына жарияланғанның бәрі тұрғысынан оқиғаларды жаңаша түсінуге көмектеседі. Қайта қарап шығу. Дәл осыны Иса олармен істейді. Болғанды қайтадан ұғынуға көмектеседі. Осы жайтқа тоқталайық. Шындығында, біз үшін де өз тарихымызды Исамен бірге қайта ой елегінен өткізу маңызды. Өміріміздің тарихын белгілі бір кезеңді, өз күндерімізді, олардың үміттері мен көңіл қалаулары бар. Бізде сол шәкірттер сияқты кейде оқиғалардың ортасында адасқандай, жалғыз әрі сенімсіз сезінеміз. Көптеген сұрақтармен, алаңдаушылықтармен және көңіл қалаулармен өмір сүреміз. Бүгінгі Інжіл бізді бәрін Исаға шынайы түрде айтуға шақырады. Оны мазалаудан қорықпауға, өйткені Иса бізді әрқашан тыңдайды. Қате, бірдеңе айтудан қорықпауға және түсіну қиын болған нәрседен ұялмауға үндейді. Біз Исаға ашылған кезде ол өзі қуанады. Тек осылай ғана ол біздің қолымыздан ұстап, бізбен бірге жүріп, жүректерімізді жарығымен жандыра алады. Луқа жазған Інжіл 24-32. Бізде Емаус қаласына бара жатқан шәкірттер сияқты, кеш түскенде ол бізбен бірге қалуы үшін Исамен сөйлесуге шақырылғанбыз. Бұл үшін жақсы бір жол бар. Оны бүгін сендерге ұсынғым келеді. Әр кеш сайын өз ар-ұжданымызды қысқаша тексеру. Бүгін жүрегімде не болды? Міне сұрақ осы. Бұл өткен күнімізді Исамен бірге қайта қарау, жүрегімізді оған ашу, адамдарды, қабылданған шешімдерді, қорқыныштарды, құлауларды және үміттерді болғанның бәрін оған тапсыру. Осылайша біртіндеп нәрселерге тек өз көзімізбен ғана емес, оның көзімен қарауды үйрену. Сонда біз сол 2 шәкірттің тәжірибесін қайтадан бастан кешіре аламыз. Мәсіх Исаның сүйіспеншілігінің алдында бізге ауыр, әрі пайдасыз болып көрінетіннің өзі басқа қырынан көрінуі мүмкін. Қиын жағдайымыз ренішті кешіру шешімі. Жетпеген жеңіс, еңбектен шаршау, ауыр болса да шынайы болу. Отбасылық өмірдің сынақтары. Мұның бәрі бізге жаңа жарықта, айқышқа шегеленіп, қайта тірілген иеміздің жарығында көрінеді.
Ол әрбір құлауды алға басқан қадамға айналдыра алады. Бірақ бұл үшін қорғаныстарымызды алып тастау маңызды. Исаға уақыт пен орын беру, одан ештеңе жасырмау, әлсіздіктерімізді оған әкелу, оның ақиқаты бізге тиюіне жол беру, әрі жүрегіміздің оның сөзімен үндес соғуына мүмкіндік беру. Біз бүгіннен бастап-ақ бастай аламыз. Осы кешті мінәжатқа арнап, өзімізден сұрайық: менің күнім қандай болды? Қуаныштарым, қайғыларым, жалықтырған сәттерім қандай болды? Бәрі де қалай өтті? Бүгін не болды? Күнің қандай үнжуман жандарын, бәлкім жасырын болғандарын мен таптым, және не үшін алғыс айта аламын? Мен істеген істерімде аз да болса сүйіспеншілік болды ма? Иса маған жаңа жолдар ашып, мені жұбатып, жігерлендіруі үшін қандай құлауларды, қайғыларды, күмәндер мен қорқыныштарды Исаға тапсыруым керек? Даналықтың анасы, әулие Мәриям Бикеш бізге келе жатқан Исаны танып, әр күні өміріміздің Исаның алдында қайтадан ой елегінен өткізуге көмектесе берсін. Аумин.